қандай не беріледі, қанша мезгіл беріледі? Өйткені жаңа 180 кило деп жатсыз, 120 кило деп жатсыз, оларды бір салмақта ұстап тұру керек. Менің білуімше бір уақытын өзгертпей беру керек деген сияқты қағидалар бар, сол туралы кішкене ақпарат беріп кетсеңіз. Бұны қараңыздар. Мынау жүгері, бидай, арпа, сұлы, сөйтіп кебек үстіне араластырамыз. Қайнатылған, Бұл қайнатылғаны. Азанғы уақытта міне. Азанғы уақытта береміз, осыны құрғағын береміз. Не үшін құрғаға? Енді бұлай нәрсе ғой, адамзатта әртүрлі жегісі келеді ғой. Қуырылған ет жегісі келеді, шикілеу жегісі келеді, сорпа ішкісі келеді. Сол сияқты разнообразие болсын дейміз де, қытырып атып жеген жақсы көреді қошқар. Сол қытырып атып, өз маңызын тісінен маңызын алып, өз естественно көрсін дейміз сол нәрсені. А мынаны жақсы қорытылсын деген мақсатта қайнатып береміз. Ал жоңышқасы алдына мына тұз жалауға постоянно керек бұл нәрселерге. Мынауымыз жоңышқа, міне көк жоңышқа әрдайым тұрады. Жақта арнайы тараз тұр, міне. Иә, міне. Барлығын өлшеп бересіздер ме? Барлығын өлшеп береміз. Міне табағымыз бар, таразымыз бар. Осының бәрін өлшеп, грамм-граммен қосып береміз. Ендігі кейінгі көрсететініміз, міне азанғы уақытқа, құрғаққа мынаны береміз. Бұл не? Бір 50 грамм жем қоспасы. Бидайымыз. Міне жүгеріміз. Енді не алмау үшін. Міне жерлерде қалған, майдаланған кебек. Міне кебегіміз бар. Біз енді басқа бар сияқты бір оны тығып не беріп атқанымыз айтпаған мен ол қызық жоқ деп ойлаймын. Адамзат енді болғаннан кейін осы кейінгі өзімізден келе жатқан інілерімізге, бауырларымызға осыны көрсетсек, өнеге қылсақ, ары қарай осыны бізден кейінгі інілеріміз ары қарай алып кетсе, жүргізсе деген оймен істелініп жатқан заттар бұның бар. Өте керемет. Біраз ақпарат айтылды, біраз нәрсе көрсетілді. Бір-ек қойларды таразға салып көрсек, қошқарларды, бойларын өлшеп көрсек, қанша шығатынын. Ол да өте қызық, өте мықты процесс қой. Бұрын негізі Қуаныш, осы таразға салу, бойын өлшеу деген жоқ еді. Жоқ еді. Қайдан шықты өзі бұл нәрсе? Бұл нәрсені енді қымбат қошқарағаннан кейін несіне қызығады бұның деген кезде, бұның бойы ұзын, салмақ береді, қозыларымыз салмақты түседі деген оймен істелген нәрселер ғой. Адамға қызығушылық беру да. Енді соны, например, қызығушылық. Енді қошқар болып көріне береді. Енді менде мықты қошқар бар дейді. Басқа қорада менде мықты дейді. Сол кезде бұл несімен мықты дейді? Иә, несімен мықты. Бойын өлшеу бастадық, салмағын бере бастадық, құйрығының таңқалығын көре бастадық. Мынау Қаштан деген $40 000 қошқарды таразға салайын деп жатырмыз. Қанша кило болатын? Чо.